катер 4,5 сағат ағыспен және 0,8 сағат көлмен жүзді. Катердің меншікті жылдамдығы 12,5 км/сағат. Өзен ағысының жылдамдығын 1,5 км/сағат. Катердің барлық жүзген жолын табыңыз. Жылдамдыққа есеп кездессе, біздер жылдамдық, уақыт және қашықтық деп кесе құрамыз. Ағыспен және көлмен дейді. Онда ағыспен дейміз және көлмен деп екіге бөліп қояйық. Кесе құралайық біздер. Катер 4,5 сағат ағыспен дейді. Онда мына жерге 4,5 сағат деп қояйық. Және 0,8 сағат көлмен. Катердің меншікті жылдамдығы. Мына жерге В катер деп қоямыз. В өзен деп қояйық. Меншікті жылдамдығы 12,5. Өзен ағысының жылдамдығы 1,5 км/сағат берілген. Катердің барлық жүзген жолын табыңыз дейді. Онда ағыспен жүзген кезде өзен мен катердің жылдамдықтары қосылады. 12,5 және 1,5. Көлмен жүзген кезде өзен ағысы бізде жоқ, катердің меншікті жылдамдығы болады. Сондықтан тек қана көлмен жүзген кезде осылай жазамыз. Мына жерде бізде 14 бүтін болады. Қашықтықты табу үшін біздер S тең V көбейтілген T формуласын қолданамыз. Яғни 14 көбейтілген 4,5 дейміз. Мына жерге мәнін жазып қоямыз. Мына жерде 12,5 көбейтілген 0,8 дейміз. Мынанша километр жүзген, мынанша километр көлмен, мынанша өзенмен. Сосын барып екеуінің мәнін қосамыз, сонда бізде жауап шығады қазір. Сонда 14-ті бізде 4,5-ке көбейтеміз. Сонда бізде 6 болады, бізде 56 болады. 0, 2, 4-ден кейін бір сан, сондықтан мына жерге қоямыз, сонда 62 километр өзенмен. 12,5 оны 0,8-ге көбейтсек болады. 0, 4 ойда, 6, 0, 2, 10. 4-ден кейін 2 сан, сондықтан біздер мына жерден 2 сан шегереміз, мына қоямыз, сонда 10 километр. Жалпы екеуін қоссақ 72 километр жүзген болады. Жауап